Сәлеметсіздер ме? Бүгін Айбек екеуміз сіздерге үй жағдайында жанартауды қалай жасауға болатындығын көрсететін боламыз. Айбек, жанартау дегеніміз не? От шығатын тау. Дұрыс, балам, төбесінен от шығатын тауды біз жанартау деп айтамыз. Жанартауды жасау үшін біз ешқандай зиянды химиялық қоспалары жоқ, күйдірмейтін, қарапайым қолданыстағы заттарды қолданатын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші не қажет екен? Су, сабын, түрлі түсті бояулар және ас содасы қажет болады. Ең алдымен бос ыдысымызды, сен ыдысың қайда, Айбек? Бос ыдысымызды жанартаудың төбесіне орналастырып аламыз. Және осы ыдысқа таза суымызды құятын боламыз. енді қиын. Көп қойя. Көп су құйдық. Келесі кезекте біз суымызды өзімізге қажетті түске бояп аламыз. Мен қызыл түске бояйтын боламын. Айбек, сен қандай түске бояйсың? Ол қандай түс? Көк. Көк түс. Жақсы, бояй ғой. Сол кезде судың түсі қанық болып шығады. Айбектің суы көк түсті болды. Көк, я? Айбектің суы көк, менің суым қызыл түсті болды. Енді су сабынды қосамыз, кәдеке. Мен бірінші қосайын. Бір тамшы бізге жеткілікті. Болды, жеткілікті. Енді ең соңғы бөлігі жанартауымыздың ас содасы. Атанма? Жанартауымыз қалай тасып келеді. Енді бұдағын қосайық содасын. Қара, жанартауымыз қалай тасып жатыр біздің. Біздің ыдысымыз қисық тұрғандықтан кішкене. Ұнады ма саған жанартауымыз, Айбек? Онда әкел бесті. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.